Бүгін аяулы анамыз Төлеу қызы Рымкүлдің бақилық болғанына 1 жыл толып отыр. Уақыт өткен сайын жүректегі сағыныш басылар деп ойлағанымызбен, анамыздың орны күн өткен сайын тереңірек сезіледі. Оның жылы жүзі, мейірімге толы жүрегі, сабырлы сөзі мен ақыл кеңесі әрдайым жадымызда. Рымкүл анамыз жастайынан өте сабырлы, байсалды, парасатты жан болды. Өмірдің қандай қиындығы кездессе де, асып таспай, әр іске ақылмен қарап, төзіммен қанағатты серік етті. Отбасында адал жар, қамқор ана болып, шаңырағының берекесін келтіріп, балаларына адамгершілік пен еңбекқорлықтың үлгісін көрсетті. Айналасына әрдайым жақсылық жасап, туған туыс, көрші қолаңының сый-құрметіне бөленді. Ардақты анамыздың жүрек түкпірінен өрілген ғұмыр шежіресін өз аузынан баяндаған өмір жолын назарларыңызға ұсынамыз. Мен Төлеуова Рымкүл, 1950 жылы Қарқаралы ауданында 8 жылдық ауылдық округінде дүниеге 1950 жылы 13 майда келдім. Бұл қазіргі Тоқтар Абакиров атындағы ауыл. Алғашқы мектепке 1 класста сол ауылда бардым. 6 жасымнан алғашқы мұғалімім Мажақанов Түсіп деген кісі болды. 3 класстан бастап 5 Бесаба ауылына келдік. Әкемнің қызмет бабымен көшіп келдік Бесаба ауылына. 3 класстан бастап бастауыштағы мұғалім Смағұл Шоқай Смағұл болды. Міне солан Бесабадан 8 жылдық мектепті міне ойдағыдай бітіріп, 64-69 жыл аралығында Саран педагогикалық училищесін оқыдым. Енді онда оқығанда да еңбегім бәрі бағаланып, енді құрмет озаттар тақтасында да іліндім. Енді онан кейінгі жылын өзім өткенедегі айтқандай Қарағайымның нөмір 3 мектебінде бастадым. 1 жыл онда қызмет істеп, келесі жылы тұрмыстық жағдайға байланысты Бесаба ауылында 70 жылдан бастап 8 жылдық мектепте қызмет істедім. Қамқор бастауыш мектебінде, яғни бастауыш мектебінде қызмет істедім. Арасында тағы қызмет бабымен Қызылту орта мектебінде де сабақ бердім. Енді осы жылдарымның ішінде енді еңбегімді бағаланды деп айтамын. Аудандық конкурстар, аудандық жарыстар бәріне де қатысып жүрдім. Еңбегімнің бағалағаны сол шығар. 1991 жылы Қалың ағарту ісінің үздік қызметкері атағын беріп, яғни кеудеме белгісін тақты үкіметіміз. Анамыздың бүкіл ғұмыры адалдық пен мейірімге, төзім мен сабырға толы болды. Ол бізге өмірдің қандай қиындығы болса да, адамдық қасиетті жоғалтпау керектігін үйретті. Оның әрбір айтқан өсиеті, жасаған жақсылығы мен көрсеткен қамқорлығы біздің жүрегімізде мәңгі сақталады. Марқұм әкеміз екеуі тату-тәтті ғұмыр кешіп, бір-біріне сүйеніш болып, айналасына өнегелі отбасының үлгісін көрсетті. Сіздердің жарқын бейнелеріңіз, асыл мінездеріңіз бен мейірімдеріңіз ұрпақтарыңыздың жадында мәңгі өмір сүре береді. Жатқан жерлеріңіз жайлы, топырақтарыңыз торқа болсын.
жетеледің мақсатына көздеген жылы сөздерің жүрегімде өзің барда бол өмірде жалын биік өзгеден анашымай көктегі күндей көктемгі гүлдей нұрын сепкен жаныма жанашырай сағындым сені бағымның шегі ақ сүт берген анашымай құлыным менің құлама деп құласаң да жылама деп бақыт тілер аяулым өзіңсіз ана күнім шықпас көп ішінде үнім шықпас ат үстінде жаяумын анашымай көктегі күндей көктемгі гүлдей нұрын сепкен жаныма жанашырай